металл эквивалентін ығыстыру әдісімен анықтаймыз. Бізге қажет болатын аспаптар мен реактивтермен танысайық. Күкірт қышқылы, өлшенген магний металы, бөлменің температурасын анықтайтын термометр және де бөлме қысымын анықтайтын барометр қажет болады. Сонымен қатар бізге қажет болатын металл эквивалентін анықтайтын қондырғы. Бұл қондырғы штативтан, бүйреткада жалғанған шлангіден және де өлшегіш воронкадан тұрады. Сонымен қатар бүйретканың екінші ұшы газ өткізгіш түтікпен жалғанған сынауықтан тұрады. Жұмыс жасамас бұрын мына жақтағы воронкаға краннан су құямыз. Бізде воронкадағы су мен бүйреткадағы су деңгейі бірдей болу керек. Біздегі қазіргі көлемді жазып аламыз. Ол 30 мл құрайды. Алғашқы бастапқы бүйреткадағы судың деңгейі 30 мл. Енді аспаптың герметикалығын тексереміз. Герметикалығын тексеру үшін воронканы жоғары төмен түсіреміз. Сол кезде бізде судың деңгейі бір деңгейде тұруы керек. Егер де судың деңгейі төмен немесе жоғары көтерілетін болса, аспап герметикалық емес деген мағынаны білдіреді. Ол кезде жұмысқа кіріспес бұрын шлангілерді және де газ өткізгіш түтіктерді тексеру керек. Енді жұмысымызға кірісейік. Бізге воронка арқылы сұйытылған күкірт қышқылын сынауыққа құю керек болады. Сынауыққа күкірт қышқылын құйып алдық. Енді бізге өлшенген магний металын салу керек. Бізде өлшенген магний металы 0,35 граммды құрайды. Магний металын сынауықты көлбе орналастырып саламыз және де қондырғыға көлденең бекітеміз. Көлденең бекіттік сынауыққа. Енді магний металын қышқылға түсіреміз. Бізде реакция жүріп жатыр. Яғни магний металы күкірт қышқылымен әрекеттесіп жатыр. Реакция барысында бізде су деңгейі қазір төменге түсетін болады. Реакцияның толықтай аяқталуын күтеміз. Біз су деңгейінің төмен түсіп келе жатырғанын байқаймыз. Реакциямыз толықтай жүріп болды. Реакция аяқталғаннан кейін бүйреткадағы судың мөлшерін қараймыз. Судың мөлшері 50 мл құрайды. Келесі мәліметтерді жазып аламыз. Бөлменің температурасы бізде 19 градусты құрады. Бөлменің қысымы 705 мм сынап бағанасын құрады. Енді магний металының эквиваленттік массасын практика жүзінде анықтаймыз. Көміртегі 4 валентті оксидін алу үшін кип аппараты қажет болады. Және де колба 250 мл, таразы, бөлменің температурасын анықтайтын термометр, барометр, бөлменің қысымын анықтайтын және де краннан су, сонымен қатар цилиндр қажет болады. Жұмысты бастамас бұрын колбаның салмағын өлшеп аламыз. Бізде 154 граммды құрады. Енді өлшеніп алынған колбамызға кип аппараты арқылы SO2 газын жібереміз. SO2 газын жиналғанын сіріңке арқылы анықтаймыз. Яғни бізде SO2 газы жиналыпты. Енді SO2 газы толтырылған колбаны екінші мәрте өлшейміз.
Қолбаның салмағы 154,2 граммды құрады. Енді бізге белгіге дейін крандан су құю керек болады қолбаға. Белгіге дейін су құйылды. Енді судың көлемін анықтау үшін бізге цилиндр қажет болады. Судың көлемі біздегі 320 миллилитрді құрайды. Бізге қажет болады ары қарай бөлменің температурасы 19 градус, бөлме қысымы 705 мм сынап бағанасы. Мәліметтердің барлығын жазып алып, көміртегі 4 валентті оксидінің молекулалық массасын анықтаймыз.